Сәлеметсіңдер ме 5-ші сынып оқушылары? Бүгін мен сендерге English Plus Students Book кітабы оқулығының 50-51 беттеріндегі тапсырмаларды түсіндіріп беретін боламын. Сабақты бастамас бұрын мен арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз My Family, менің отбасым. Me дейді, мен дейді. My mother's name is Saule and my father's is Ivan. They are both 35. This is a photo of them wedding day дейді. Менің анамның аты Сәуле, және менің әкемнің аты Иван дейді. Олар 35 жаста. Бұл сурет олардың үйленген күндеріндегі сурет. This is my grandmother. She is my mom's mother. Her name is Olga. She is Russian. Бұл менің әжем. Ол мамамның мамасы. Оның аты Ольга. Ол орыс дейді, яғни. Here's my brother Talgat with our dog. His name is Jebe. He's very small, but he's fast and he's got a long tail. Бұл менің інім Талғат. Ол өзінің итімен. Оның аты Жебе дейді. Ол өте кішкентай. Ендігі сурет. This is my uncle Mikhail. He is 24 and he isn't married. He's got a good job, but he isn't very good. Бұл менің ағам Михаил дейді. Яғни туысқан ағасы. Ол 24-те, және ол үйленбеген дейді. Ол гитарада ойнайды дейді. Бірақ өте жақсы ойнай алмайды дейді. Астындағы тапсырмаларды орындайық. Бірінші. Look at Ақбота's family tree. Complete the sentences дейді. Яғни Ақботаның отбасы ағашына қара дейді. Және мына сөйлемдерді толтыр дейді. Ақбота's mother's name is Сәуле дейді. Анасының аты Сәуле. Sister's name is Асел. Әпкесінің аты Асел. Uncle's name is Михаил. Туысқан ағасының аты Михаил. Grandfather's name is Нұралы. Атасының аты Нұралы. Brother's name is Талғат. Інісінің аты Талғат. Екінші. Read the text, write true or false. Тексті оқы дейді. Дұрыс немесе бұрысын белгілейміз. Ақбота's grandparents are all Kazakhs дейді. Ақботаның ата-анасы қазақтар дейді. Дұрыс емес, false. Her mother is 35 years old дейді. Яғни олар 35 жаста. Мамасы 35 жаста дейді. Я, дұрыс. True. Jebe's family dog. Jebe отбасылық иттері. True. Дұрыс. Her uncles is married. False. Үйленбеген ол. Бесінші. Mikhail is a pop star. Михаил поп жұлдызы дейді. False. Дұрыс емес, яғни. Үшінші тапсырма. Make a poster of your family. Follow the steps in the project checklist дейді. Яғни өзіңнің отбасың туралы жаз дейді. Жоғарыдағы суреттерге тапсырмаларға қарап дейді. Енді оны әркім өз отбасы туралы жазады. Осы Ақботанға ұқсатып жазасыңдар. Walk and pace. Төртінші. Walk and pace. Ask and answer questions about your family. Яғни төмендегі тапсырмаға қарап, project checklistке қарап, сұрақтарға жауап береміз өзіміздің отбасымыз туралы. Бұнда әркім өз отбасы туралы жазады, яғни. Бірінші жаттығу. Exercise number 1. As the code to write family words дейді. Яғни отбасы туралы сөздерді құраймыз кодтардан. Біріншісі, яғни ромбик, домалақ, жүрекше. Сон деген сөзді береді. Екінші nice. Үшінші кузен. Төртінші uncle. Бесінші sister. Алтыншы father. Жетінші wife. Сегізінші granddaughter. Тоғызыншы husband. Оныншы grandfather. Осылай жазамыз. Отбасылық сөздер шығады, яғни.
Exercise number 2. Find 5 more family words in the puzzle. As 2 or 3 squares for each one. Яғни бұл жерден отбасылық сөздер шығады. 5 сөз құрап жазамыз, яғни brother, aunt, mother, nephew, grandson. Exercise number 3. Яғни үшінші жаттығу. Бұл жерде бос сөйлемдерге сөздерді қоямыз. Сөздердің өздерінің орындары, әріптерінің орны ауысып кеткен, соны дұрыстап жазамыз, яғни. Бірінші, Liz is very tall girl. Лиза өте ұзын қыз. Яғни бұл жерде tall деген ұзын дегенді қоямыз. Molly is very noisy. Molly өте жылауық. Joy is young. Joy өте жас дейді. Ellie has got fair hair дейді. Ellieдің шашы сары. Ted is an old man. Ted өте кәрі кісі. Simon has got dark hair. Яғни Симонның шашы қара. Осымен қойып біттік. Осымен бүгінгі тапсырмалар бітті. Қош, сау болыңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарияға жазыңыздар. Жауап беремін міндетті түрде.